Саламатсыздар ма, құрметті тыңдармандар. Оңтүстік Қазақстан гуманитар техникалық колледжі, қазақ тілі және әдебиеті пәні мұғалімі Арыспаева Нафиса Фахриддиновна. Бүгінгі сабақ тақырыбымыз Ахмет Байтұрсынов. Ахмет Байтұрсыновтың шығармалары, өмірі, оның бүтін ғұмыры осы әдебиетке байланысты болған, сондықтан сабағымызды тікелей Ахмет Байтұрсыновтың өмірі мен шығармашылығына арнаймыз. Сабағымыздың мақсаты білімділік. Ақын шығармашылығы туралы оқушылардың таным, білім, көкжиегін кеңейту. Шығарма мазмұнын ұғындыру. Оқушының өз бетінше салыстыра білу, зерттеу, қорытынды, тұжырым жасаудағы машығын дамыту, ой өрісін, сөздік қорларын ойлау қабілетін арттыру. Адам бойындағы жақсы жаман қасиеттерді айыра білу. Мақтаншақтық, көрсе қызарлықтан бойды аулақ ұстауға тәрбиелеу. Ахмет Байтұрсынов 1873-1938 жылдар аралығында өмір сүрген ақын. Ақын әдебиет зерттеуші, ғалым, түркітанушы, публицист, педагог, аудармашы, қоғам қайраткері. Ахмет Байтұрсыновтың өмір баянына тоқталатын болсақ, туған жері бұрынғы Торғай уезінің Тосын болысы, қазіргі Қостанай облысының Жангелдин ауданындағы Ақкөл ауылы. 1882-84 жылдары ауыл мектебінде оқиды. 1890 жылы Торғайдағы 2 класстық орыс-қазақ училищесін, 1895 жыл Орынбордағы мұғалімдер мектебін бітірген. 1895-1909 жылдары Ақтөбе, Қостанай, Қарқаралы уездеріндегі мектептер мен орыс-қазақ училищелерінде мұғалімдік қызметін атқарады. 1909 жылы патша үкіметінің саясатына наразылық білдіргені үшін Семей түрмесіне жабылып, 1910 жылы жер аударылды. 1913 жылы Орынборда қазақ газетін ұйымдастырушы. 1917 жылдың аяғына дейін оның редакторы болды. Ахмет Байтұрсыновтың шығармаларына тоқталатын болсақ, Ақынның 40 мысал. Ақынның 40 мысал атты аударма жинағы 1909 жылы Санкт-Петербургте жарық көрді. Бұл кітабы арқылы қалың ұйқыда жатқан қараңғы елге жар салып, олардың ой санасын оятуға бар жігерін қайратын, білімін жұмсайды. Ақын әрбір аудармасының соңына өзінің негізгі ойын, айтайын деген түйінді мәселесін халқымыздың сол кездегі тұрмыс тіршілігіне, мінезіне, психологиясына сәйкес қосып отырған. Байтұрсынұлының екінші кітабы бұл маса жинағы. 1911 жылы жарық көрген кітабы. Бұл кітапқа енген өлеңдерінде ақын қараңғылық, надандық, шаруаға енжарлық, кәсіпке марғаулық сияқты кемшіліктерді санады. Көптеген өлеңдері сол кездегі ағартушылық бағытпен үндес болды. Ол Шоқан, Абылай, Ыбырай қалыптастырған дәстүрлі гуманистік демократиялық бағыттағы өрісті ойларды өзінше жалғастырушы ретінде көрінді. Қоршаған ортаға ойлана, сын көзбен қарайды. Қоғам қалпына көңіл толмайды. Қазақ газеті, Қазақ қалпы, досыма хат, жиған терген, тілек батам, жауға түскен жан сөзі, бақ. Тағы басқа өлеңдерінің мазмұны осыны танытады. Кітаптың ішкі сазы мен ой өрнек сөз орамы қазақ поэзиясына тән өзіндік жаңалық, ерекше өзгеріс әкелді. Ахмет Байтұрсыновтың бір шығармасына тоқталып өтейік. Ол слайдта көріп тұрғандарыңыздай Өгіз бен Бақа шығармасы. Бұл шығарманы қазір қысқаша алған болатынмын. Өздеріңіз ізденіп, толықтай нұсқасымен танысып,
Мен сұрақтар берем, соған жауаптарды тауып орындап отыруға тырысыңыздар. Өгіз бен бақа. Бір өгіз айдын шалқар көлге келді. Жағалап суаты бар жерге келді. Шілденің шаршы тамыз ыстық кезі бек қатты, қаны қашып шөлдеп еді. Су ішіп, көлдің шықты жағасына, мал еді көз тоятын қарасына. Артықша бір көлбақа күншіл екен, сол көлдің бақасының арасында. Өгізді суға тойған бақа көрді, секіріп, көршісіне жетіп келді. Боламын менде сонау өгіздей деп, жел тартып, ісіп, кеуіп, қарнын керді. Сұрады жолдасынан, толдым ба деп, өгіздей анау тұрған болдым ба деп. Өгізбен екеуіне қарап тұрып, жолдасы жауап берді, сондай бұй деп. Өгіздей болу саған қайда шырақ, араңыз екеуіңіздің тымақ жырақ. Онымен бірдей болып, толмақ түгіл, қалпыңнан асқан жоқсың артығырақ. Қараша енді қандай болдым деді. Міне мен жаңа әбден толдым деді. Жолдасы тағы қарап денесіне, қалпында қарап менен формың деді. Дүниеде мұнан күншіл кемді бақа, зорланды қарнын керіп енді бақа. Шыдамай жұқа қарын керуіне жарылып сол арада өлді бақа. Күнәсі күндегеннің жаман қатты, күндеме біреуге Алла берген бақты. Өгізді күндеп сондай боламын деп, көлбақа оның қанша пайда тапты. Әуелде Құдай өлшеп берген дене, қаншама зорлағанмен артылмапты. Нақыл сөз әлін білмес әлек деген, осындай әуре болған жаннан қапты. Енді осы өлеңді композициялық құрылымға талдаймыз. Бірінші, оқиғаны басталуы, оқиғаның дамуы, шиеленісуі, жарықтау шегі, шешімі. Сіздер осы тапсырмаларды орындап түртіп алып отырыңыздар. Кейінгі тапсырма шығарманың кейіпкерлеріне талдау жасаймыз. Жағымды және жағымсыз кейіпкерлеріне талдап, оны да түртіп алуларыңызды сұранамын. Ал енді Ахмет Байтұрсыновтың мына бір кітабына назарларыңызды қоюларыңызды сұранамын. Өйткені бұл кітабы әдебиет танытқыш атпен жарық көрген 1926 жылы. Бұл кітап Байтұрсынның қазақ әдебиеттану ғылымы мен әдебиет тарихы жөніндегі тұңғыш көлемді еңбегі. Түркітанушы Байтұрсынұлы тілші, ғалым ретінде қазақ тілінің табиғаты, өзгешеліктері мен араб әліпбиінің жайы, терминдер, қазақ тілін оқыту әдістемесі туралы мақалалар жазды. 1926 жылы Бакуда болған түркітанушылардың бүкілодақтық бірінші съезіне қатысып, түркі тілдеріндегі терминология жайлы деген тақырыпта баяндама жасады. Байтұрсынұлы қазақ балаларының ана тіліне сауатын ашуына көп күш жұмсады. Осы мақсатта оқу құралы, тіл құралы, ересектердің сауатын ашуға арнап әліпби, жаңа әліпби атты оқулықтар мен тың еңбектер ұсынды. Қазақ грамматикасына қатысты категориялардың әрқайсысына қазақша ғылыми термин жасап, морфологиялық тұлға тәсілдерді жаңаша талдау, жаңаша анықтамалар берді. Қазақ фонетикасы мен грамматикасын талдауда тілдік типологиялардың ерекшеліктері мен өзіндік даму барысын ескеру принципін ұсынды. Байтұрсынұлы қазақ тіл білімін 20 ғасырдың бас кезінде қалыптастырып, оның іргетасын қалады. Араб графикасына негізделген қазақ жазушылардың реформаторы болды. Аудармалары. Ахмет Байтұрсыновтың аудармалары. Байтұрсынұлы қалдырған бай мұраның тағы бір саласы бұл аудармалары.
көркем аудармалары. Ол орыс классиктерінің шығармаларын қазақ тіліне аударып, көркем қазынаның бұл саласын байытуға мол үлес қосты. Крилов мысалдарының бір тобын қазақ тіліне аударып, 40 мысал деген атпен жеке жинақ бастырды. Хмельницкийдің ат бейнесек, Пушкиннің балықшы мен балық, Алтын атеш, ат данышпан, Әликтің ажалы шығармаларын орыстың белгілі лирик ақыны Нацонның өлеңін қазақ тіліне аударды. Бұл слайдта көріп тұрғандарыңыз Алаш Орда мүшелері Ахмет Байтұрсынов, Бөкейханов, Дулатов, Алаш Орда мүшелері болып табылады. Келесі слайдқа қарайтын болсақ, бұл Қостанай қаласында орналасқан Ахмет Байтұрсынов атындағы мемлекеттік университет. Оның ескерткіштері, Ахмет Байтұрсынов атына қойылған ескерткіштер. Ахаң ашқан қазақ мектебі, ахаң түрлеген ана тілі. Ахаң салған әдебиеттегі елшілдік ұраны. 40 мысал, маса. Қазақ газетінің қан жылаған қазақ баласына істеген еңбегі. Өнер, білім, саясат жолындағы қажымаған қайраты. Біз ұмытсақ та, тарих ұмытпайтын істер болатын. Назар қойып тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Келесі тапсырмаларда сіздерді күтемін.